Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге перде тігетін боламыз. Ең алдымен өзімізге қажетті өлшемімізді кесіп аламыз. Өзімізге керекті жерлерін екі қайтара бүктеп, шет-шетін тігіп шығамыз. Пердеміз әдемірек болу үшін перденің түсіне сай жиектеме тігеміз. Жиектемемізді тігіп болған соң, пердеміздің лентасын мықтырақ, берік болу үшін қайтара тігеміз. Перденің шеті мен лентаның арақашықтығы 3 см болуы қажет. 3 см бірдей қылып тігетін болсақ, пердеміз сөзсіз әдемі шығатыны анық. Екінші жағын да түгелдей тігеміз. Келесіде пердені осылай сәндегілеріңіз келсе, комментарийге жазып кетіңіздер.